Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бауырдан котлет жасайтын боламыз. Өте дәмді және тез дайындалатын міндетті түрде істеп көріңіздер. Ол үшін біздер бауырды ет тартқыштан өткізіп аламыз, жұмыртқамызды саламыз, сосын төменде толығырақ мөлшерін тастап кетемін, сол жерден қарап алсаңыздар болады. Осыны араластырып, жарты қасық тұз саламыз және де бұрыш саламыз. Осының барлығын араластырамыз. Сосын сүтімізді құямыз 1 стақан. Сосын сол стақанмен бірдей болатындай етіп, біздер ұнымызды саламыз. Енді осыны араластырып аламыз. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Қоюлығы осындай болу керек бізде. Енді сұйық май құйып жібереміз үстіне. 3 ас қасық сұйық май құйдым. Міне бізде дайын болды. Енді пісіре беруге болады. Бауырсақ сияқты сұйық май құйып аламыз, сосын осылай жайлап үстіне құйып пісіреміз. Өте оңай піседі, тез піседі, сондықтан міндетті түрде істеп көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Егер сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.